Естелік ретінде бұл видеоны мен қазір өзім үшін түсіріп алып жатырмын. Хамза 7 ай. Ұмытып қалам ғой ертеңінде қартайғанда. Енді 8 ай болады да почти. Мананы ашып, мына биік қой, осының үстіне шығып тұрып жүр мына жаққа. Олар тұста. Бәрінде де сондай ма? Мен енді Хамза бірінші балам ғой. Келесі балаларымда типа қандай болатынын салыстырып көру үшін осы видеоны мен түсіріп алып жатырмын. Бұйырса көреміз. 7 ай Хамза, енді 8 ай болады. Бұйырса 3-4 күннен кейін 8 ай болады. Манадан бүйтіп кәдімгі тізесімен мініп тұрып, былай мыналарды бұрап жүр. 8 айлық бала, енді 8 ай болатын даже. Солай істей ма? Білмеймін, мен үшін ол дейтін үлкен жетістік сияқты Хамзаға. Еще оның уже мына тағы тістер шықпайды. 6-шы и 7-ші тістер шығып жатыр. Шо там? Бірсе келесі балдарымызды көреміз енді. Қандай болады? А мен мына жақта ыдыс жуып жатырмын. Су жоқ, ана кранды көтеріп қойғанбыз. Ақтаудан бүгін келдік. Өзіме осындай видеолар түсіріп, ютубқа салып қояйын деп жатырмын енді. Болашақта қарау үшін манағы видеоларымды қоссақ қойым көреді. Мана Хамза түсіріп жетіспей қалдым, әжесі келіп алып кетті да. Ойбай, құлайды бүйтеді сөйтеді деп. Ертең просто дәлелдер ретінде көрсетесің, бір жағынан айтсаң ертең, қой ол кезі 7 ай емес шығар. Ол кезі 10 ай ғой ол дейтін, 9 ай ғой деп айтып отырмау үшін осы видеоны әдейі түсіріп алып жатырмын. Сағат қазір 11-ден кетіп жатыр, 12 қылды ойдым ұшы. Мұрат енді үйге келеді. Бүгін Айпашы Төрішаның права алған күні. Права алған күні. Соны жуып мана торт алдық үйге. Мен ыдыс жууға ерініп отырмын. Су жоқ себеп. Ана сулар еще мұздай да, қары мұздай. Оны ысыту керек. Сол үшін мен ерініп отырмын. Алдыншада үйренем деп онда қарауға да түсуге өзіме уақыт таппай жүрмін. Өзіме уақыт таппай жүрмін. Қандай алыпта сылтау тауып жүрмін, бірақ уақыт таппай жүрмін. Болашақтағы сен дұрыс тамақтанып, ағылшын, французша білетін болсаң, мен сені мақтан тұтамын. Сен әрі спортпен айналысасың деген үміттемін деп. Мынаны көрсем бар, бәлі сені қышыды. Ертең бірақ байып кетіп жатсам, осы видеоны өзіме Мұратқа көрсетем ғой. Көрдің ба? Мен дәлелдедім өз өзімді деп. Мен машина айдаймын деген үміттемін. Ана көңілім қалды кішкене Мұраттан да. Мен права алған уақытта Мұрат маған машинасын бермеген адам. Қаланың ішіне де былай да енді бермеген адам. Бірақ енді қайным бүгін права алды ғой. Сразу Ақтаудың жолында машинасын берді айдатуға. Түсінемін мен дейді, ата мен мамалар маған сөйлейді жар. Бірақ сонда да ата мен мама жоқ кезде кішігірім мына Қызылсайдың арасына болсын, дачының бүйтіп потыр жолына болсын, маған кішкене үйретейін жүр деп апару керек етті. Сол жері обидно оқып қалды да, былай нормально негізінде. Қолынан келген жасап жүр ғой. Білмеймін, мен маған сенбей ма, мен енді қайдан білейін, андай қалып елі өзім сұрамаған соң ба, менікі дұрыс емес шығар деп ойлап қоямын кейде, бірақ так что қыздар деп ба, енді қайдан білейін. Ұшым айтқанда мен ештеңе білмейтін сияқтымын. Өзім жайлы да, Мұрат жайлы да. Бірдеңе айтайын десек тағы да бүйтіп отырайыншы деймін ғой. Неме жүре берейінші, бір жерін қысып. Бірақ өстіп жүрген кезімде білмеймін, жоқ болып бөтет сияқтымыз ғой. Біреудің көтіне бедіп қарап жүрген кезде, анау көтенін қысайық құрсын бедек. Ана бірден айтып көтімді қыс жүрейін деп жүрген кезімде өмірім су өткізіп көте қалады сияқты, осы кухняның ішінде айналып. Сондай болмау үшін мен білімді болуым керек қой. Бірақ білімге қараш, құштарлығым жоқ, мына миымда бар ғой. Дам жоқ. Негізінде мен миыма кірет бәрі да. Мен білем бәрі. Но істемеймін не үшін екені. Вот, сен істейсің. Сен істей аласың. Сен істеп жүрсің.
молодец, болашақтағы бейбіт. Давай, так қойсаң. Көрген адам жаны ма дейді. Ничего. Хамса жайлы түсіріп жатыр едім, негесінде шайып кеттім ғой басқа заттарды айтып. Абидамызды айттық, қуанышымызды айттық, қолымызда не келетінін келмейтінін айттық. Көреміз енді. Давайте.